Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге оңай әрі тез дайындалатын чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, қант, ас содасы. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды араластырып аламыз. Содан соң ас содасын салып, оны да араластырамыз. Ұнды илектен өткізіп, жұмыртқалы массамызға салып, қаттылау қамыр илейміз. Иленген қамырды 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Содан соң осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған майға аз-аздан салып, барлығын пісіріп аламыз. Чак-чакты толықтай суытқан соң, қалауыңызша сгушенкамен немесе аселмен араластырсаңыз болады. Мен өзім сгушенкамен араластырдым. Бетін осылай әсемдедім. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.